Сәлем достар, сіздермен Аз аниме каналы. Қазір сіздермен Шиппуден 2.0 Наруто бойынша альтернативті сюжеттің екінші бөлімін бастаймыз. Екінші бөлім Казакагені қайтару, Чунин тесті және Акацкидің келесі қадамы. Кеттік. Өткен бөлімде Сасори мен Дейдара құм ауылына қарсы шайқасты. Сасориді Канкуру мен Сайконы санамағанда мықты джониндардың өзі жеңе алмады. Сасори Бакиге құм ауылының жасырын қаруларын қолдануға мүмкіндік бермеді. Дейдараның сөздерінен кейін Гаара Акацкимен бірге еріп кетті. Гаараны алып кеткен соң құм ауылының экономикасы төмендей бастады. Канохадан құм ауылына келген көмек Итачи мен Кисамыге тап болды. Құм ауылында Акацкині жазалауға арналған шинобилер тобы құрылды. Ал енді жаңа бөлімді бастайық. Дейдараның құсы өте жылдам ұшатын. Дейдара, Сасори, Гаара қауіпсіз жерге жеткен соң олар түнеуге ыңғайлы орын тапты. Дейдара от жағып, шинобилер тамақ ішуге кірісті. Бізді мына жерде өлтіруге тырыспа, Казакаге Гаара. Менің көзімдегі фотоаппарат тек суретке түсірмейді. Ол көп функционалды гаджет. Осы арқылы сенің ауылыңда жасырылған С4 бомбасына бақылау жасап отырмын. Бізге бір нәрсе жасасаң, менің бір командамнан кейін бүкіл ауылың көкке ұшады, деді Дейдара. Оны жақсы түсініп отырмын. Өз ауылымды қорғау үшін тіпті Бейджудан бас тартуға дайынмын. Сендерге керегі осы емес пе? Деді Гаара. Дәл солай, ал енді демалыңдар. Таңертең ерте жолға шығамыз. Базаға тезірек жетіп үлгеруіміз керек. Дейдара, түнде қарауыл қызметін мен өз мойныма аламын, деді Сасори. Таң атпай, үшеуі қайта Дейдараның құсына отырып, Акацки базасына қарай ұша жөнелді. Бір кезде Дейдара төменнен оларды қуып келе жатқан суналық шинобилерді байқады. Сасори оларды тоқтату үшін төменге қарай секіріп кетті. Суна Акацкиді ұстау үшін өз шинобиларынан 5 отряд құрған еді. Сасори солардың біреуін тоқтатуға кірісті. Ол жерге түскенде оны ауылдағы құм қолданушы шинобилер бірлестігінің шинобилары қарсы алды. Құмды Гаарадан бөлек басқа шинобиларды қолдана алатын. Алайда олар құмды Гаара сияқты үлкен мөлшерде қолдана алмайтын. Бұл бірлестік бүкіл ауыл бойынша тек 25-30 шинобидан тұрса да, олар құм ауылының ең мықты бірлестігі еді. Тіпті құм ауылында балаң құм иеленуші қасиетімен туылса, онда ол бірден джонин болады, деген нақыл сөз де бар еді. Фурута, Хибики, Агата, Уруши сынды мықты шинобилар Сасориге қарсы күресті. Фурута мен Хибики жай құм иелері еді, ал 13 жасар Агата мен Уруши қызыл және қара құмдардың иелері еді. Сасори оларды тоқтату қиын боларын біліп, бірден өзінің қуыршақ күйіне ауысты. Бәрі аң-таң болды, себебі қуыршақ мастеріне адам денесінен қуыршақ жасамау заңын бұзуға болмайтын еді. Түрлі түсті құм массалары Сасоридің қуыршақтарынан бірден қорғанып, Сасоридің өзін тоқтамай шабуылдың астына алды. Жай құм, қызыл, қара, көк, жасыл құмдардың шабуылына қарамастан өз 314 қуыршағын және 3-ші Казакаге қуыршағын іске қосқан Сасори құм иелерін тоқтата алды. Сол кезде көбінесе қуыршақ мастерлерінен тұрған басқа отряд оларға қосылып, шайқас одан әрі қыза түсті. Гакусай өзінің ауыл ішінде қолдана алмаған уларын енді ашық қолдана бастады. Даймацу Куцо мен Фуцоны шақырып, Сасориге соққы үстіне соққы берді. Басқа шинобилер де реті келгенде Сасориға шабуыл жасап отырды. Сасори ақырындап жеңісті өз уысынан шығара бастады. Соны түсінген Гакусай Кагуя Кимимаруға ұқсатып жасалған жаңа қуыршағын қолдануға кірісті. Бұл қуыршақты Кагуя Кимимаруға ұқсатып жасадым. Ол көбінесе тайдзюцу және Кагуя кланының шабуылдарына ұқсас шабуылдар арқылы шабуылдайды, және ол тіпті Хатаке Какаши қуыршағынан да жылдам. Оның салмағы бүкіл қарулармен бірге тек 20 килограмм ғана. Біз кішкентай балаларға қуыршақты свитікке салдыртпай өздеріне көтерткіземіз.
олар шыдамды әрі мықты болып өсу үшін. Алайда бұл қуыршақпен ондай жаттығулар керек емес. Ал жай қуыршақ 50-60 килограмм тартады. Неге менің қуыршағым тым жеңіл? Себебі мен оны карбоннан жасадым. Мен неге осы қуыршақты призыв арқылы шақырғанда бетіме маска кидім деп ойлайсың? Себебі карбоннан бір нәрсе жасағанда карбон у бөледі, ал карбон кеткенде у жоғалады. Алайда мен карбон қатса да у кетпейтіндей қылдым. Яғни қуыршақты шақырған сәттен бастап бүкіл төбелес бойы ол у бөлуін тоқтатпайды. Жоқ, Сасори, менің шабуылдарымнан қаша алмайсың. Себебі Какаши қуыршағының жылдамдығы тайдзюцу мастер ауырлатқыштарын шешіп тастағанмен бірдей, ал Кимимару қуыршағының жылдамдығы үшінші қақпаны аша алған адамның жылдамдығымен бірдей. Сасори шынымен де Кимимару қуыршағының жылдамдығына үлгере алмай жатты. Оның жеңіле бастағанын түсінген жазалаушы отряд шабуылдарын үдетіп, оның 314 қуыршағын бірінен кейін сындырып жатты. Сол кезде Сасори шегіну керек екенін түсініп, қара құмды аспанға зигзаг пішінді етіп жіберіп, соның үстімен секіріп, артындағы қанаттарымен ұша жөнелді. 3-4 шақырымға қашып үлгерген оның алдынан веерлерінің үстінде ұшып келе жатқан Темари бастаған отряд шығып қалды. Сасориға енді әуеде соғысуға тура келді. Әртүрлі ауа ағындарын пайдаланған веер қолданушы шинобилер Сасориға күйрете соққы берді. Осы екі шайқаста Сасори 200-ден аса қуыршағынан айырылды. Сол уақытта Гаара мен Дейдара Акацкиның базасына жетіп үлгерді. Жақсы жұмыс, Дейдара. Сасори, екеуіңді сәтті миссияларыңмен құттықтаймын. Бірақ Сасоридің өзі қайда? Деді Акацки басшысы. Ол бізді қуған отрядпен шайқасу үстінде. Жақын арада келіп қалу керек, деді Дейдара. Сөйтіп, Дейдара Акацки лидерінің техникасымен Акацкиның басқа мүшелерімен қосылып, Гаараның ішінен Биджуны шығара бастады. Бірер сағаттардан соң оларға тоз-тозы шыққан Сасори де келіп қосылды. Гаараның сана сезімнің ішінде қоштасатын сәтте келіп жеткен сияқты. Гаара, егер сендер мені құмыра Жинчурикидің ішінде емес, Сунагакураның ішінде орналастырғанда, ауылға келген кез келген жауды өзім-ақ жайратар едім. Сендердің мені құлыптың ар жағында ұстауларың менің қатты ашуыма тиетін еді, деді Шоукаку. Бұл туралы айтуға тым кеш сияқты. Алайда сенің бос жүруің адамдарды үрейлендіріп, басқа ұлы нациялар сені өз қолына түсіргісі келетін еді, деді Гаара. Оның рас, алайда Биджу соғыс үшін жаралған деп саған кім айтты? Сол сөзімнің дәлелі ретінде мені сенің денеңнен шығарып алғаннан кейін, сенің денеңде менің чакрам ақырындап көбейе бастайды. Менің күшімнің 1/3 бөлігіне жеткенге дейін. Бұл менің, жоқ, бүкіл Биджулардың ақ ниетінің белгісі. Биджу ашуға булыққан қару емес. Соны ұмытпағайсың. Ал енді сау бол. Осы күнге дейін жасаған ауыртпашылықтарым үшін кешір, Шоукаку. Болашақта сен нағыз бостандыққа ие боласың деп үміттенемін. Сау бол. Гаараның ішінен Биджуны шығарып алған соң, Акацки базаны тез босатып қашып кетті. Артынан 1-2 сағат өткен соң Неджи базаны Бякуган арқылы тауып, 7-ші команда және Гайдың командасы сол жерге келді. Олар сол жерге келіп, Неджи базаның есігін бұзып ашқанда, барьер іске қосылып, бәрінің клондары пайда болып, олар енді өз клондарымен шайқаса кетті. Какаши құм отрядтарына координаталарды беріп, 1 сағаттан соң құм шинобилары түгел келіп, клондарды жеңуге көмектесті. Базаның ішіне кіргенде, 2 ауылдың шинобилары жерде жатқан Гаараның денесінен басқа еш нәрсе де таппады. Гаара ес-түссіз жатты. Сакура оған медициналық көмек көрсеткен соң, Гаара есін жиды. Бүкіл құм ауылы бөріктерін аспанға атып жатты. Гаараның Биджудан айырылғаннан кейін тірі қалуы таңғаларлық жағдай еді. Мұны Шоукакудың әрекеті екенін Гаара ғана түсінген еді. Гаара Нарутоны өзіне жақын отыруын сұрап, оның құлағына бір нәрсені сыбырлап айтты. Сол сөздерді естігенде Наруто аң-таң болды. Олар сол жерде тұрғанда, құм ауылының ішіндегі Дейдараның бомбасы табылып,
ол ауыл сыртына шығарылды деген жаңалық келді. Енді барлығы Гаараның Акацкимен неге кеткенінің шын себебін білді. Құм шинобилары Гаараны одан бетер сыйлай бастады және екі ауылдың арасында өте берік достық қарым-қатынас орнап, Казекагені құтқару миссиясы аяқталды. Канохаға қайтып келгенде Нарутоны қайтадан Хакаге өзіне шақырды. Хакаге кабинетінде: Наруто, сенің құрдастарыңның барлығы Чунин атағын алып үлгерді. Чунин атағын алу ол тек қиын миссияларға бару емес. Чуниндердің тактика, стратегия және теориялық білімі өте жоғары болуы керек. Иә, Цунаде әжей, менде ол қасиеттердің барлығы бар. Сол үшін маған Чунин атағын дәл қазір бере берсе де болады, деді Наруто. Қайдағын айтпа, Наруто. Бір айдан соң жасырын тұман ауылында кезектен тыс Чунин тесті болады. Негізінен оған басқа ауылдарға қатысуға болмайды. Бірақ біз тұман ауылымен сөйлесіп, сені және басқа да шинобиларды сол тестке жіберуді шештік. Бір ай бойы сен Сакура, Шикамару және Лидің көмегімен шиноби болудың теориялық негізін үйренесің және одан бөлек өз биджуыңды басқаруды үйренуді жалғастырасың. Тағы да кітап оқу керек па? Іш пыстырарлық, деді Наруто. Хакаге кабинетінен шыққан соң ол Ичираку раменнен тамақ ішуге кетті. Келесі күні Каноханың бас кітапханасында Наруто, Ли, Сакура, Шикамарулармен бірге теориялық дайындықты бастады. Теориялық дайындық біткен соң ол Какаши және Ямато сенсейлермен бірге 9 құйрықты түлкіні басқаруды үйренуді жалғастырды. Ямато сенсеймен Наруто сол кезде танысты. Ямато сенсейде 9 құйрықтыны белгілі бір деңгейге дейін ұстап тұра алатын күш болды. 2 апта өткен соң Шикамару миссияға кетіп, оның орнын Хината басты. Наруто мен Хината бірден жақсы араласып кетті. Хината теорияны өте түсінікті түсіндіретін және ол Нарутоға биджу күшін иеленуге де көмек бергісі келетінін жаймен айтты. Наруто қуана келісіп, енді ол күніне 3 дайындық өткізетін болды. Наруто мен Хинатаның дайындығы кешкі уақытта Хьюга әулетінің үйіндегі дайындық алаңдарының бірінде өтетін. Екеуінің бірге дайындалуына Неджи де қарсы болмады. Себебі ол өз күшін шыңдаумен қатар Хината мен Ханабиді де дайындайтын. Оған қоса Гай сенсейдің өткізетін командалық жаттығулары да бар еді. Және айта кететін бір жайт, Неджиге Хинатадан гөрі Ханабиді дайындаған ұнайтын еді. Себебі Ханаби Неджиның өзі сияқты алғыр, ақылды және өз күштеріне сенімді еді. Екі талантты тұлға бір-біріне жақсы әсер ететін. Неджи Наруто мен Хинатаның дайындықтарын анда-санда бақылап, оларға нұсқау беріп, ақылында айта кететін. Нарутоның қасында Хината өзін еркін ұстап, ақырында прогреске иелене бастағанын Неджиның қырағы көзі бірден байқап, ол Хинатаға Нарутомен көбірек дайындық жасауға кеңес те берді. Дәл сол уақыт аралығында Акацкиның басқа базасында Хидан мен Какудзу, сендер 2 құйрықтыны ұстауға ертең аттануларың керек. Қосымша мәліметтерді менің кабинетімде естисіңдер, деді Акацки басшысы. Әйтеуір осы екеуі пайдалы жұмысқа көшті ғой, әйтпесе өлік тасудан қолдары тимейді, деді Кисаме. Аузыңды жап, Кисаме, мал, мен ерігіп жүрмін ба? Топпас, қазір мұрныңды бет қыламын, деді Хидан. Кисаме, мені бекерден бекер Акацкидің әмияны деп айтпайды. Мен қажетті жұмыстарды атқарудамын. Сол үшін тіліңді тартып сөйле, деді Какудзу. Негізі Кисаменікі дұрыс. Болмайтын тірліктеріңді қойыңдар. Әсіресе сен, Хидан, сенің жашының менің өнеріме жетпейді, деді Дейдара. Соны айтам, Дейдара, ал сендер тез кетіңдер. Биджу ұстау ол өлік тасу емес, деді Кисаме. Дейдара, өлгің келе ме? Жүрші сыртқа, деді Хидан. Хидан, тыныш отыршы, деді Какудзу. Нағыз өнер мәңгілік болуы керек. Барлықтарын тынышталыңдар, деді қатты дауыспен Акацки басшысы. Мыналар өздері бірінші бастаған, қазір оларға Хидан, деді Акацки басшысы. Жарайды, Пейн, қойдым, ашуланбаш, саған жараспайды. Қаласаң, сені өзім өлтірейін, деді Хидан.
Хидан, Пэйннің ашуына тиме, деп оны Какудзу түртіп қалды. Содан кейін ғана Хидан амалсыздан тынышталды. 3 күн өткен соң, мені тығырыққа тіредім деп ойлайсыңдар ма? Ал шын мәнісінде сендерді мұнда мен әдейі алып келдім. Қазір көрсетем сендерге, деді де екі құйрықтының Джинчурикиі Ниюгито бірден екі құйрықтыға айнала кетті. Хидан оған айқайлап шабуылға кірісіп кетіп еді. Екі құйрықтың бір тарнағы Хиданның ішін жарып, оның іш құрылыстарын сыртқа төкті. Екінші қолымен ол Хиданды ұрып жіберіп, оны жартасқа бір-ақ жабыстырды. Какудзу бірден өзінің 4-3 метрлік құбыжықтарын шығарып, әртүрлі позициялардан алма-кезек шабуылға көшті. Какудзуның алма-кезек шабуылдары оның от, су, ауа, найзағай мен жер элементтерін қолдануы екі құйрықтыға біраз проблема келді. Қайта шабуылға көшкен Хидан екі құйрықтының жанына жүгіріп келгенде, екі құйрықты алдыңғы қолының бір соққысымен Хиданның басын жұлып тастады. Какудзуның Хиданды емдеуге қолы тимей жатты. Солай Хидан шайқастан шығып қалып, біраз уақыт бойы бүкіл дүниені боқтап жатты. Какудзу болса, егер осылай жалғаса берсе, шайқас бірнеше күнге созылатынын түсініп, өзінің жасырын техникасын қолдану арқылы жеңіске жетті. Дегенмен, шайқас сонда да 5 сағатқа созылды. Екі құйрықты Мататаби адамдарға әрдайым серік болған соң, ол да Nii тірі қалу үшін оған өз күшінің 1/3 бөлігін тастап кетті. 2 күннен соң Акацкиның базасында екі құйрықты Биджуда Гедо Мазоның ішіне салынды. Осылайша Акацки енді 9 Биджудың екеуін өзіне тартып алып үлгерді. Осылай бір ай уақыт тез өте шығып, Наруто басқа генендермен Тұман ауылына аттанып кетті. Тұман ауылына жеткен соң, әдеттегідей генендер бір жерге жиналды. Сол жерге барлық қатысушылар жиналған соң, олар үлкен аудиторияның ішіне кіргізіліп, Чунин тестінің бірінші кезеңі басталды. Бірінші кезең әрине жазбаша тест еді. Басқа генендер өз қабілеттерін жасырын түрінде пайдаланғанымен, Нарутоның клондары не Расенган бұл ситуацияда мүлде пайдасыз еді. Шинобилар тапсыру керек деген тест 100 сұрақтан тұратын, ал одан өту үшін 50 балдан кем балл алмау керек болатын. Тест 3 сағатқа созылды. Наруто құрдастарымен бірге үйренген білімдерін ақырындап есіне түсіріп, сұрақтарға жауап беріп жатты. Артынан тест аяқталғанда генендер демалысқа шығу үшін сыртқа шықты. 1 сағаттан аса уақыт өткен соң, Тұман ауылының Джоунины келіп, тест қорытындылары бар 3-4 парақты қабырғаға ілді де кетіп қалды. Генендер сол парақтар жапсырылған жерді тегіс қоршап алды. Олардың нәтижелері жоғарыдан төменге қарай жазылып тұрды. Наруто өзін 4-ші парақтың төменгі жағынан 51 балмен тапты. Қатты қуанған Наруто алақайлап, тесттің 2-ші бөлімі өтетін жерге асыға жөнелді. Мен өттім датте байо. Узумаки Наруто сама Чунин дәрежесін алуға тағы бір табан жақындады, деді ол. Ал енді жаңа кейіпкерлермен және кейбір күш түрлерімен танысайық. Хибики мен Фуруто құм ауылының джоуниндары, жай құм иелері, дизайндарын суреттен көріп тұрсыздар. Екеуі де өте ақылды, өз ауылдарына берілген өте мықты шинобилер. Агата мен Уруши 13 жасар құм ауылының чуниндары. Агата қызыл, ал Уруши қара құм арқылы шайқасады. Екеуі де өте ақылды шинобилер. Себебі олар 13 жастарында ақ чунин атағын алып үлгерді. Жалпы құм ауылында құмның 6 түрі бар. Олар жай құм, қара құм, алтын құм, қызыл құм, жасыл және көк құмдар. Құм иелену қасиеті өте сирек кездеседі және ол кландық жүйеге бағынбайды. Яғни құм иеленуші болып, сунадағы кез келген адам туылуы мүмкін. Жай, қара және алтын құмдар жайлы барлықтарыңыз білесіздер. Ал қызыл, жасыл, көк құмдар жайлы қазір айтамын. Қызыл құм ең басында өте аз болады және ол адам қанынан пайда болып,
қызыл құм иеленуші өлтірген адамдардың қанынан толысып отырады. Қызыл құмның әлсіз жері су стихиясы. Көк құм. Көк құмды жел мемлекетінің ішінен табуға болады. Көк құмға су стихиясы әсер етпейді. Негізінен ол жай құмға өте ұқсас. Жасыл құм. Жасыл құм да жел мемлекетінің ішіндегі ерекше ландшафтыларда бар. Жасыл құмның ерекше қасиеті оны өсімдіктерді жасыл құмға айналдыру арқылы көбейтуге болады. Жасыл құм да су стихиясынан қорғана алмайды. Иә достар, осымен екінші бөлімді аяқтаймыз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осы тексті оқыған аз аниме каналға тіркелуді ұмытпайық. Барлықтарыңызға тағы да көп рахмет. Сау болыңыздар.